Түркістанда ұлағатты ұстаз білім беру жүйесінің майталманы Нұрлан Тобаханұлының еске алу кеші өтті. Жиында оның сыныптастары, әріптестері, шәкірттері ұстаздың асыл қасиеттерін айтып, көздеріне жас алды. Ажиханов Нұрлан Тобаханұлы Қызылорда облысындағы Қандыөз елді мекенінде 1973 жылдың 3 сәуірінде дүниеге келген. Ол әр жылдары Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде бөлім меңгерушісі, ғылым және баспа бөлімінің бастығы, кафедрасының меңгерушісі болды. 2013-2019 жылдары осы оқу орында жаратылыстану мен инженерия факультетінің деканы, оқу әдістемелік істер жөніндегі вице-президент болып қызмет атқарды. Университеттің көтеруіне көп еңбек жасаған кісі. 95 жыл Талдықорғанда Ілияс Жансүгіров атындағы университет бітіріп келіп, жас маман болып, ғылым магистрата бөлім басқарып, сондағы өте қатты күрделі жұмыстарды атқарды. Ғылым саласын дамыту керек екенін соған атсалысып, осындай дәреже жетуге, әсіресе информатика, математика саласында көп еңбек етті. Осы Нұрлан Ажихановтың атынан осы жерде бір лабораториялық бөлмелер берілуін ұсынып жатырмыз қазір. Сонымен қатар келесі жылы осы Түркістанда үлкен түркі әлемінің математиктеріне арналған конгресс өтеді. Сол жерде де осы Нұрланға арналған бір секция болады. Сол жерде Нұрланның еңбектері бүкіл осы істеген қызметтері барлығы аталып өтетін болады. Нұрланның еңбектері мына жерден де көруге болады.